Құрметті әріптестер, құрметті ата-аналар, біздің құрметті оқушыларымыз, мінекей тағы да бір оқу жылын тарих қойнауына шығарып салып жатырмыз. Биылғы оқу жылында біздің мектебімізді 2324 бала аяқтап отыр. Мінекей 11-ші сынып бітіруші түлектеріміздің саны 97. Оның ішінде бізде қазір 12 үздік куәлікпен 9-ші сынып оқушыларымыз бітіріп жатыр. 9 оқушымыз 11-ші сыныпта алтын белгімен, 8 оқушымыз үздік аттестатпен бітіріп отыр. Оның өзі біздің мектебіміздің үлкен жетістігі. Биылғы жылы мектебіміздің жеткен жетістігі өте орасан зор. Оның барлығы біздің білімді ұстаздарымыздың арқасы, оларға қолдау көрсеткен ата-аналардың соны бойына сіңіре білген біздің алтын шәкірттеріміздің арқасы. Мінекей, бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен мен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Алдағы үлкен бітіруші түлектерімізді алда үлкен белестер күтіп тұр. Сол белестерден сүрінбей өтіп өздерінің аңсаған армандарына жетуіне шын жүректен тілектеспін. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, мінекей биылғы жыл өздеріңізге белгілі мынау індеттің салдарынан біз 4-ші тоқсанда қашықтықтан оқыту бойынша үйде оқыттық. Біз жақсы жетістік көрсеттік деп білеміз. Мінекей бұның бәрі артта қалып, болашақта барымыз қыркүйектің 1-іне мектеп қабырғасында жолығуды Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңызды мына соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңызға мол табыстар тілеймін. Құрметті Берікбай Елтайұлы, мен Асанов Латифша Қаймаханұлы, нөмір 83-ші жалпы орта мектеп Шымкент қаласы қамқорлық кеңесінің төрағасы ретінде сізді, ұжымыңызды, оқушыларды және мектеп бітіруші түлектерді соңғы қоңырау оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Құдайға шүкір, елбасымыз тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың көрегендігінің арқасында егеменді Қазақстанымызда оқу үшін, білім алу үшін жастарға барлық жағдай мүмкіншіліктері жасалынған. Құрметті түлектер, сіздер біздің келешегімізсіздер. Сіздерді 11 жыл оқытып, жоғарғы дәрежеге жеткізген аса қадірлі Берікбай Елтайұлына, ұстаздарға үлкен алғысымды тағы бір рет білдіргім келеді. Сіздерге зор денсаулық, отанымызға лайық, білімді, тәртіпті азамат болуларыңызға тілектеспін. Үлкен өмірге қанат қағып барасыңдар, қанаттарың талмасын, биіктерге шырқаңдар, иншалла. Құрметті нөмірі 83-ші жалпы орта білім беретін мектептің 2020 жылы түлектері. Барасыздар өмірді гүл өткелі. Әр жылы осы күні қимастықпен соғады ұстаздардың жүректері. Сіздерді бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Сіздер үлкен өмірге қанат қағып барасыздар. Қанаттарыңыз талмасын, биіктерге шырқаңыздар. Мектеп өмірі артта қалды. Алдарыңызда күтіп тұрған жаңа өмірдің баспалдақтарынан сүрінбей өте беріңіздер. Мәпелеген ата-ана мен білімге баулыған ұстаздарды қадірлеп, солардың үкілі үмітін ақтаңыздар. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысатын шәкірттер бұл сыннан абыроймен өтіп, Қазақстанымыздың мықты, білікті маманы бола беріңіздер. Және де әріптестеріме мықты денсаулық, жылда осындай білімді де тәрбиелі шәкірттерді ыстық ұя мектебімізден ұшыра берулеріңізге тілектеспін. 2020 жылдың жас түлектері, жолдарыңыз ашық әрі тегіс болсын. Ізгі ниетпен директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Бибіғайша Құлымбетқызы. Құрметті әріптестер, ата-аналар, бітіруші түлектер, алдағы уақытта жақсы жетістіктерден, биік белестерден көріне беріңдер. Үлкен өмір жолына бастар қадамдарыңыз сәтті болсын. Ақ жол сіздерге. 2019-2020 оқу жылының бітірушілері, сендерге тілерім осы армандаған өз мақсаттарына жетуге тілектеспін. Ұлттық бірыңғай тесттен сүрінбей өтіңдер. Өздерің армандаған мамандықтарыңды таңдап, өмірде өз жолдарыңды табыңдар. Ақ жол сендерге. Мәңгі лаулап жану үшін қаламда, мәңгі бақыт табу үшін қаламда, мәңгі жану үшін қаламда үлкен арман керек екен адамға дейді.
армансыз адам қанатсыз құспен тең. Армандарыңыз орындасын. Діттеген алдағы мақсаттарыңызға сүрінбей жетіңіздер. Елдің елеулі, халықтың қалаулысы болып жүре беріңіздер. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арғалан дейді абай атамыз. Әрқайсыларыңызға үлкен өмір даңғылында өздеріңіздің орындарыңыз табуларыңыз тілеймін. Барлықтарыңызға сәттілік, ата-аналарыңыздың үміттерін ақтаңыздар. Өмірде тек қана ашық жол болсын. Елдің мүддесіне істейтін тірліктеріңіз көп болсын. Түлікке тілек, енді болашақтарың айқын болсын, жарқын болсын. Бұл өмірдің бастамасы ғана, сондықтан өздеріңнің бағыттарың дұрыс болсын. Таңдаған бағыттарың, себебі қазір сендер таңдаудасыңдар, қандай университетке түсем деген. Менің ойымша қазір оқу керек, ал қыдырып әлі үлгересіңдер. Өмірде, үлкен өмірге аяқ басуларыңызбен құттықтаймын. Мойымаңыздар, еш нәрседен қорықпаңыздар, сүрінуден қорықпаңыздар ең бастысы. Өйткені сүрінбеген адам, қателік жасамаған адам оның қате екенін түсінбейді және алға қарай жылжымайды. Олардың бәрі қазір компьютер оқиды, компьютер қарайды, кітап оқымайды. Мен бір кемшілікте болғам. Менің сіздерге тілегім, көп компьютер қарай бермеңдер. Босқа уақыт құртпаңдар. Компьютер қарасаңдар, тек қана пайдалы нәрсені қараңдар. Пайдасыз босқа уақыт құртатын нәрсені қарай бермеңдер. Сабақта жақсы оқыңдар, математиканы құрметпен қараңдар. Қазақ әдебиетінен де жақсылап оқыңдар. Сонда адам боласың, жан болмайсың. Қымбатты менің түлектерім, міне бүгін мектеппен қоштасып, үлкен өмірге жол алып тұрсыздар. Тарыдай болып кіріп, таудай болып шығып жатсыздар. Менің сіздерге тілерім, ұлттық бірыңғай тестте жоғарғы балл жинап, тек қана жоғары белестен көрулеріңе тілектеспін. Ата-ананың үмітін ақтап, ұстаздардың үмітін ақтауға тілектеспін. Кеше ғана алдыма 6 жасар болып келіп, Жайнапай деп алдымда ойнап та, жылап та жүргендерім барлығы есімде. Мен сендерді ешқашан ұмытпаймын, әрқашан менің жүрегімде боласыңдар, қимаймын дегенмен сендерге алдағы өмірлерінде ақ жол тілеймін. Мен сендерге сенемін, мен сендерді өте жақсы көремін. Şeftin altın nurun sepkendey, aldığımızdan araylandı tan köler, hoş bol ende mektebim menen, sende okup sende kökeden, hoşta sersettin altın uyan men, baykamay kaldım. Арманымда, жанымда жалын ән бар, жас тілектер сөзіме көңіл аудар. Бұрынғыдай күтпейді мектеп сені, бұрынғыдай соғылмас қоңыраулар. Мектеп қайта есігін ашпас енді, өмір ұстаз ақылды, ақ шаш өңді, басқа шенді үйретер бар сабағын, қоңыраулар соғылар басқа шенді. Былтырғыдан басқаша биыл демек, білімің мен ақылың күйің бөлек, енді басқа жиын той киім керек, енді саған шынайы сүю керек. Сұрақ басқа оп-оңай шешілмейді, жаса қанша тентектік есірмейлі, мектептегі мұғалім кешіргенмен, өмір қатал ол күнде кешірмейді. Даусыз ол күн есімде сақталады, жазылмаған өмірдің ақ парағы, жаңа дастан күтеді жазуыңды, күтпейді тек кластың тақталары, енді сені күтеді барлық жолдар, күтпейді
жетпейді тек мектептің